Қайырлы таң оқушылар, дүниетану пәнінен сабағымызды бастаймыз. Адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Және біз бүгінгі тақырыпта айнала табиғаттағы жер бедерін картадан табуды үйренетін боламыз. Ендеше балалар, бұл біздің Қазақстан жеріміздің физикалық картасы. Бұл картадан таулар мен жазықтарды, өзендер мен көлдерді көре аласыңдар. Және де балалар, дәптерімізді ашып, күннің жадын жазып, бүгінгі тақырыбымызды жазып, тақырыбымыздың астына мына сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақстанның қай бөлігінде таулар мен жазықтар жатыр? Олар қалай аталады және қандай түспен берілген дейді. Оны білу үшін біз мына видеоны қарап алайық. Алуан түрлі. Өйткені біздің еліміз ұлан ғайыр жерді алып жатыр. Қазақстанда жазық далалар да, ойпаттар да, таулар да бар. Қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз, төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қырат та, тау да жоқ. Айнала теп-тегіс болады. Мұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жасыл түспен беріледі. Кейбір жерлерде ойыс жазықтар кездеседі. Жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыңын қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Жарайсыздар балалар, ендеше қараймыз. Аймақ атауын қараймыз. Аймақ атауларына жер атаулары және теңіз деңгейінен биіктігі. Балалар, теңіз деңгейінен биіктігі 0-ден төмен жерлерді шұқыр деп атайды екенбіз. Шұқыр картада күңгірт жасыл түспен беріледі екен. Теңіз деңгейінен биіктігі 0-ден 300 метрге дейінгі жерлерді алқап деп атаймыз. Олар жасыл түспен берілген екен. Теңіз деңгейінен биіктігі 300-ден 600 метрге дейінгі жерлерді таулы қырат деп атаймыз. Олар картада сары түспен беріледі екен. Ал теңіз деңгейінен биіктігі 600 метрден жоғары жерлерді таулар деп атаймыз. Олар қоңыр түстермен берілген екен. Жарайсыздар балалар, ендеше мына суретке қарайық. Бұл не? Бұл не деп ойлайсыздар? Бұл тау балалар. Таулар бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұстары дейді. Яғни жер бетінің айналасынан биік жерлерді таулар деп атайды екенбіз. Адамдар тауда, жазықта, өзен көл маңында, шөл далада, сусыз жерде де өмір сүре алады екен. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады. Далаға егін егеді, жайылым жерлерге мал жаяды. Өзен көлдерден балықтар аулайды. Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайы Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында бар. Бұл аймақта адамдар ертеден егін шаруашылығымен айналысып келген екен. Ендеше балалар, дәптерімізге мына тапсырманы орындайық. Сусыз жерде, шөлде қалай өмір сүруге болады? Өз ойыңды дәлелдеп дәптерге жазыңдар. Және де балалар, бүгінгі сабағымыздың үй жұмысы егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысу үшін қандай табиғат жағдайы қолайлырақ деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды дәлелдеп дәптерге жазыңдар.